Мен Турдалиева Ақмарал, Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің 2-ші курс студентімін. Жемқорлықтың саны артып келеді, қайғымын ғой қасіретті береді. Залалы көп, бұл заманда қатыгез жаулап алу әстен жылдам жүреді. Пара беру, пара алу жайылған, осы бір іс буы шықпай қайнаған. Қалай бұны тоқтатамыз әттең-ай, сенгеніміз ел тағдырымен ойнаған. Жемқорлықпен ел көркейеді десек біз, жемқорлықпен арамасты жесек біз. Ойланбасқа бұл тарауда егерде құны сансыз мақұл қалған есекпіз. Мұның арты әкеледі тозаққа, жебірлердің көрсеткені азақ па, рас емес пе соңында бұқар халықтың қасіретті көріп салынатын азақ па. Маңызы бар мәселеге айналды, қарсы күрес заңнамасын байланды. Төрдегілер әшкере болып ісімен бірі түсіп, бірі қайта сайланды. Бұл жағдайда үкіметте қолға алды, халықпенен бірге ойланып толғанды. Тіпті міне елге үлгі болар деп мақалаға ел басына жолданды. Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының 2-ші курс студенті Бекжанов Ақылбек. Жемқорлыққа жол жоқ. Жемқорлыққа жол жоқ дейді, бірақ жолын табады. Уәде береміз деп алып, өз керегін алады. Тойымсыздық пен ашкөздік халығыңнан артық па? Жемқорлардың жиғаны ана өмірден артық па? Елдің сөзін сөйлейтін асылы елдер. Ұмытпай ойласыншы халық қамын. Елдің емес тым болмаса өз ұрпағын арамдатпай берсінші адамнан. Жамандыққа тосқауыл қояйық, пара алғанның жолы жабық қоянық. Қазақстан 2050 айқын жол, күресейік, жемқорлықты жояйық. Әр атана өнеге берсін балаға, тәрбиесі шоқ жылтысың жанама. Адалдыққа, даналдыққа үйретсен, жолдан таймас ар болған соң санада. Пара алғандар темір тордан арасар, алсаданы мойындамай санасар. Беделі кетіп, қайыры қашып ордадан, мәнді өмір енді қайтып жарасар. Қазақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлықтың жолын бірге кесеміз. Сонда ғана жер гүлденер ел байып, сонда ғана шарықтаймыз, өсеміз. Егеменді өсер елде тұраммен, білдіремін сезімімді жыранмен. Елбасының жолыменен жүрейік, жемқорлыққа жол жоқ деген ұранмен. Талбек Еркебұлан, Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжі электрмен қамтамасыздандыру мамандығы ЭКО 918 грант тобының студенті, 2-ші курс студентімін. Мен Парасат ұйымының мүшесімін. Жемқорлыққа жол жоқ. Қуат берсін әрқашан Аллам бізге нұр шашып көгімізден қарап күнде. Әр пендесін несіп қылып мол табысқа адалны берсе екен несіптерін. Апармасын білсе де жақсылыққа ел халықтың ақшасын тонайды ол. Ей қазағым, қалың елім, қайран жұртым, бұл діттен де құтыламыз ол да мүмкін. Жемқорлық деген індет болып тұр, онымен күресу міндет болып тұр. Бастарымен кеткенсіңдер, жазылар жерге жеткенсіңдер. Күштілерің күшсізді, тістілерің тістізді, алып ұшып талайсыңдар. Өздерін зор санайсыңдар. Жей берсеңдер талғамай, сонда болғаны қалғалай. Сөздерің өтпей жатса, әлдерің жетпей жатса, бірігіп қағынып кетесіңдер. Бір мұртқа жабылып кетесіңдер. Ешкімге дес бермейсіңдер. Патша барын ескермейсіңдер. Оны да жеп қоясыңдар. Кеңгір тектеп бек қоясыңдар. Бірақ қанағат етпейсіңдер. Келесі аңға беттейсіңдер. Патшалықтағы ғажайып баяғы. Момағандар азайып барады. Сол үшін жемқорлықты жоятын, бәрін орындарына қоятын бір ұйым құрайық, жұдырықтай жұмылдырайық. Алло, папа, мені мектептен алып кетесің ба? Әрине, балам. Онда мен сені мектептің алдынан күтем. Ботам, мен қазір бір жұмысты бітіремін де, сені алып кетемін.